Сәлем баршаға. Бүгінгі видеода бізде комментарияларға жауап беру видеосы. Бірнеше комментарий келіп түсіп отыр. Бірінші комментария Ереке жазып отыр бізге. Мен қызбен, жақсы көрген қызбен таныс үшін оны жеке қалай алып шығам дейді. Ол құрбыммен шығады дейді. Негізі бұл сұраққа негізгі видео бұл құрбылармен жүретін подругаларға қалай жеке шақыру, сол туралы видео жақында түсірем. Бұл себепте біздегі негізі телефоны болса, оны жеке шақыруға тырыс, өйткені құрбысымен танысу болмайды, өйткені әр қыздың өзінің ойында подсознательно негізі қызғанушылық болады. Ол өзі де білмеуі де мүмкін. Сондықтан ол қызғанады. Сен құрбыңмен сөйлесіп тұрсаң, ол екінші қыз деген артқа тарту мүмкін, ал құрбысы алға тартса да, екінші құрбысы артқа тарту мүмкін. Сондықтан тез кеттік, үйге барайық. Көп сөйлесіп жатсың, не істейсің онымен сөйлесіп деген сұрақтар көп қою мүмкін. Сондықтан олар қызғаныштары болады құрбыларының. Сондықтан біз екі қызбен немесе үш қызбен көріп қалсақ, ол қызды негізі біз жеке шақырып сыртқа қарай тартып кету керекпіз. Негізі 3-4 метр жерге, ауыз жаққа, ол құрбылары қарап тұрған жерге емес, шет жаққа, адам жүрмейтін жаққа жеке тартып кетеміз. Сол жақта өзіміздің сөздерімізді айтып қызықтырамыз. Немесе сөйлесеміз, айтамыз, жақсы көретін қыздан жақындайсың, айт, жүрші мен саған қазір бір маңызды зат айтам, жеке дейсіңдер де, қолынан ұстайсыңдар да алып кетесіңдер, болды. Негізі солай, басқаша екі құрбысымен бірге сөйлескен дұрыс емес. Негізі ол негізі жеке нәрсе, қызбен танысу. Сондықтан біз оны жеке тартып кетеміз. Тағы комментариялар келіп отыр. Қалай звондау керек? Ол телефонмен звондау мен алдыңғы видеода видео лақтырдым жаңа, сол жерден көре аласыңдар. Тағы да онлайн курс өткендерге айтарым, қызға жақындаңдар. Тек қана бір ғана адам жақындапты. Рахмет. Айтам сол балаға жақындағанына. Қалғандары жақындаңдар, сылтау іздемеңдер. Өйткені қазір сендер онлайн өттіңдер, бірақ ол өздеріңе де байланысты. Өйткені қыздарға жақындау керексіңдер. Сылтау айтпаңдар. Мысалы, мен уақытым болмады, бүгін жұмыста болдым, единством болмады, кеш болып кетті деп маған ондай әңгімелер айтпаңдар. Сондықтан мен сендерге үй тапсырмасын бердім, қызға звондап жақындаңдар, соны істеңдер. Өйткені нәтиже болу үшін не? Егер сендер қазірден жақындамасаңдар, әсіресе жастары келген жігіттерді айтам, қазірден жақындамасаңдар, сосын кеш болып кетеді. Онда сендермен бір болмайтын қыздарды таныстырады, соларға үйленесіңдер, өмір бойы солармен тұрасыңдар. Сондықтан айтарым, ұялмай жақындаңдар, немесе қасына бір адамды ертіп алыңдар. Сендерді жақындатып етіп тұратын, мотивация беріп тұратын, немесе спорға ойнаңдар. Мысалы, дос балаң шақырасыңдар, айтасыңдар, 5 мың саған қазір берем, егер мен анау қызға жақындамасам да. Сол кезде сендер 5 мың үшін сол қызға жақындайсыңдар. Немесе 10 мың, 20 мың қолына ұстатасыңдар, дос бала айтасыңдар, қазір мен ана 3 қызға жақындамасам, мен саған 20 мың берем дейсіңдер да, дос баламен келісіп аласыңдар. Сол кезде, содан кейін сол дос балаң егер сен 3 қызға жақындамасаң, екеуіне жақындап, біреуіне жақындай алмасаң, онда дос балаң сенің 20 мың теңгені алып кетеді. Сөйтіп спорға ойнаңдар. Бұл өте нәтиже беретін спор. Кезінде өзімде өткем, сол ақша үшін сен 3 қызға жақындайсың. Өйткені 3 қызға жақындамасаң, сенің 20 мың теңгең күйіп кетеді. Сөйтіп спорға ойнаңдар. Солай, далада танысамыз, үй тапсырмаңды орындаңдар. Өздерің көресіңдер, 10-20 қызға жақындаған кейін, сендер басқаша ойлай бастайсыңдар, басқа сезім болады. Ол өте жақсы сезім. Сондықтан далада қызға жақындаймыз, ұялмаймыз, спорға ойнаймыз. Ең жақсы сол негізгі спор.
Ал осы Алматы бойынша мен практика жүргізудемін. Астында WhatsApp'та номер болады. Кім қызбен әдемі танысқысы келеді, маған хабарласыңдар. Келісіп барып қыздарға бір күн бойы жақындап сендерді үйретемін. Өздеріңе әдемі қызбен жүресіңдер, өздерің әдемі қызға үйленесіңдер. Бұл өте негізі маңызды сәт. Жақсылықта кездескенше бәріне жақсылық тілеймін.